Автор Құрманов Максим Сәлімгерейұлы. Дереккөз Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің блог платформасы. Санат Білім. Білім туралы Ресейде берілген мемлекеттік құжаттарды елімізде нақтылау және нострификациялау қажеттілігі туралы түсініктеме берсеңіз. Мен Ресей Федерациясының азаматымын. Қазақстан Республикасында уақытша ықтияр хатпен тұрамын. Терапия мамандығы бойынша Ресейде клиникалық интернатура және ординатураны тамамдадым. Сондай-ақ кардиология және нефрология мамандықтары бойынша дипломдарым бар. Нақты қай құжатты нострификациядан өткізуім керек? Оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің академиялық орталығына ма, әлде халыққа қызмет көрсету орталығына тапсырады ма? Құрметті Максим Сәлімгерейұлы, Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 39 бап 7 тармағына сәйкес шетелдік білім беру ұйымдарынан алынған барлық құжат нострификациялануы тиіс. Сіздің Ресейде терапия мамандығы бойынша клиникалық интернатура және ординатура жөніндегі алған дипломыңыз нақтылауды қажет етеді. Құжат қарау мерзімі 4 ай. Процедура құны 18.017 теңге. Қажетті құжат тізімі control.edu.gov.kz сайтында көрсетілген. Нострификация рәсімі барысында баламалық анықталады. Шетелде алған білімді. Бұл рәсім негізінен баллон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы арқылы жүргізіледі. Аталған рәсім ол мемлекеттік қызмет реестріне енгізілген, ақылы түрде жүргізіледі. Рәсім жүргізу барысында шетелдік білім беру ұйымы берген білім туралы құжат сараптау рәсімінен өтеді.